Батыс Қазақстан облысының соты өкінішке орай қазақ тілінде мен сотқа талап арыз тапсырып отырмын. Сот тілі қазақ тілі, бірақ екінші өкіл қазақтан емес, Қазақстанның тұрғыны, қазақстандық 40 жасқа келгенше Қазақстанда тұрған, бірақ қазақша түсінбейді екен. Соған бола маған заңның талаптарына сәйкес сен талап арызыңды қазақша аударып беруің керексің деп талап етіп отыр. Жауапкер қазақ тілін меңгермейді, сондықтан оған жаңағы орыс тілінде құжаттарды табыс етуіміз керек. Заң бойынша мен сізге заңда көрсетілген нормаларды көрсетемін. Оқыңыз, мен сізге айтып жатырмын, жаңағы құжаттардың бәрін орыс тіліне аударып жіберу керексіз. Қай заң деймін? 14-ші бапты ашамын, азаматтық процессуалдық кодексті. Онда ондай талап жоқ. Мен оны аударып беруге ешкімге міндетті емеспін, қазақ тілінде тапсырғаным үшін. Және біздің Қазақстан Республикасы тіл туралы заң талабына сәйкес барлық талап арыздар қазақ тілінде тапсыру керек. Қажет болса орыс тілінде тапсырылады. Одан кейін жоғарғы соттың сот ісін жүргізу тілі қағидатын қолданудың кейбір мәселе туралы қаулысы бар. Судья маған соның 8-ші тармағын оқып танысып алыңыз, сіз аударуға міндеттісің деп отыр. Батыс Қазақстан облысының соты. Енді қараңыздар, оны оқиын. Азаматтық істер бойынша сот талқылауына дайындық аяқталғаннан кейін құжаттар мен өзге де материалдарды сот ісінен өзге тілде ұсынған тараптар олардың аудармасын өз бетінше қамтамасыз етеді. Судьяға айтып отыр, мына норма керісінше жауапкер өзге тілде тапсырса, мен қазақ тілінде тапсырып тұрмын. Өйткені сот тілі қазақ тілінде. Олар қазақ тілінде аударып тапсыру керек деп тұрмыз. Ал егерде мен қазақ бола тұра, Қазақстанда тұрсам да, нәтім қазақ, қаным қазақ бола тұра, ана тілімді білмейтін мәңгүрт қазақ болып, орыс тілінде берсем, онда өкінішке орай қара домалақ басқа қазақтар сот тілі қазақ тілі емес, орыс тілі болғандықтан олар өзінің бүкіл тапсырған құжаттарын қазақ тілінен бөлек орыс тіліне аударуға мәжбүр болар еді. Ол сондай жағдайда. Кейде мен өкінем, сондай жағдайлар болып тұрады. Бізде әсіресе қаржы орталығы деген бар Қазақстан Республикасында. Білім саласында серпін бағдарламасы бойынша жұмыспен өтеу міндетін орындама деген қазақтың қара домалақ балаларынан ақшаны өндіру үшін сотқа арыз берген кезде орыс тілінде тапсырылады. Біз амалымыз жоқ. Егер кейде олар ерегісіп тұрып алса, қазақ тілінде емес, орыс тілінде өтсін деп. Амал жоқ. Құжаттарымыздың бәрін қазақ тілінде, одан кейін орыс тілінде аударып береміз. Осының негізінде өзіміздің қазақтарға, Қазақстанның нанын жеп, Қазақстанның ауасын жұтып, Қазақстанның жерінде жүргендерге және Қазақстанның тілін осы күнге дейін жылдар бойы туып өскен елінің тілін түсінбей және білмейтіндер үшін амал жоқ сөйтіп істеп береміз. Ал мына жағдайда мен қазақ тілінде арыз бергеннен кейін, азаматтық іс қазақ тілінде қозғалғаннан кейін мен жоқ, оны аударуға міндетті емеспін. Сондықтан Батыс Қазақстан облысының соттарының назарына сіздер заң нормаларын дұрыстап қарап, ешкімнің құқығын бұзбаңыздар. Қазақ тіліне керісінше құрмет көрсетіңіздер. Тіл туралы заңның 13-ші бабының іске асуына жаңа жұмыс істейді. Қазақстанда тұрып, Қазақстанның ауасын жұтып, қазақтардың арасында жүріп, қазақша үйренгісі келмейтіндерді еркелетіп ырбаңдатудың қажеті жоқ. Қашан көрсең қазаққа тыныштық жоқ дейді. Осындайда асауатқа байланған торсық құсап деген тамаша сөздер бар еді. Біз келіп не істейміз? Ал соттар болса, соттар орыс тілінде тапсырылған құжаттарға қазақтарға аударып бер, өйтпейді деп ешқайсысын айтпайды. Керісінше мәймөңкелеп солардың алдында жүреміз. Неге біз өйтеміз? Мен мысал үшін қазақстандықпын, қазақпын. Бірақ нәтім қазақ, жаңа айтқандай, басып жүрген жерім қазақ, жұтып жүрген ауам Қазақстанның жері. Бірақ мен орысша білемін. Қажет болса орысша да сөйлеуге болады. Қазақша да сөйлейміз, орысша да түсінеміз. Бірақ біз оны ешкімге міндеттенбейміз. Батыс Қазақстан облысының сотынан сұрайтыным, өздеріңіздің соттарыңызға тіл туралы мәселені дұрыстап түсіндіруді. Қазақ тілді арыздар тапсырылған кезде орыстарға, немесе өзге ұлт өкілдеріне, немесе орысша білмейтін Қазақстанда туған қазақтарға да орыс тілінде аударып бер деп мәжбүрлемеңіздер. Және ол заңсыз, негізсіз. Осы бойынша мәселені қарауды сұраймын.